Сәлеметсіздер ме, құрметті білім алушылар? Бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы топырақтық ылғал. Қарайтын сұрақтар. Бірінші сұрақ: топырақ ылғалының негізгі қасиеттері және оның ауысу механизмдері. Екінші сұрағымыз: топырақтың агрогидрологиялық қасиеттері, топырақ ылғалдылығын анықтау әдістері, өнімді ылғал. Үшінші сұрағымыз: топырақтың су режимін реттеу. Топырақ ылғалдылығы өсімдіктерді сумен қамтамасыз етудің негізгі көзі болып табылады. Ол фотосинтез процесіне қатысады, өсімдіктердің терморегуляциясын қамтамасыз етеді және оларды минералдық қоректену элементтерімен қамтамасыз етеді. Таза судан айырмашылығы: топырақ ылғалдылығы әрқашан ерітінді болып табылады және топырақ тесіктерінің мөлшері мен пішініне, сондай-ақ топырақ бөлшектерінің табиғатына байланысты күштердің әсерінен болады. Бұл оның физикалық және химиялық қасиеттерінің гетерогенділігін және оның қасиеттердің қарапайым су қасиеттерін күрт айырмашылығын анықтайды. Тиісінше, топырақтағы суды ұстап тұру механизмі топырақ ылғалының физикалық және химиялық қасиеттері бойынша үш түрлі категорияны ажыратады. Ол байланысты, капиллярлық және гравитациялық. Байланысты су топырақ бөлшектерінің бетінде абсорбциялық күштермен ұсталады және физикалық қасиеттері бойынша қатты денеге жақын, қозғалмайды. Электролиттері ерітпейді және өте төмен температурада да қатып қалмайды. Екінші түрі ол капиллярлық су. Жер үсті қысымының айырмашылығына байланысты су ауа бөлімінде пайда болатын капиллярлық күштердің әсерінен топырақта сақталады және қозғалады. Ол тік және көлденең бағытта қозғалуға қабілетті және топырақ капиллярлық қанықтыру күйіне жеткенше топырақ тесіктеріне толтырылады. Гравитациялық су дегеніміз ол сорбциялық және капиллярлық күштердің әсерінен, тыс және ауырлық күшінің әсерінен төмен қарай ағып кетеді. Оның қасиеттері бойынша ол қарапайым судан іс жүзінде ерекшеленбейді. Топырақ, өсімдіктер және атмосфера арасындағы тұрақты алмасу нәтижесінде топырақтағы ылғал үнемі өзгеріп отырады. Топырақтың ылғалын барлық ауытқуларының жиынтығын топырақтың ылғалдылық режимі деп аталады. Бұл топырақтың құрамы мен қасиеттеріне байланысты, оның гигроскопиялығы, су өткізгіштігі, ылғал сыйымдылығы және тағы да басқалары, сондай-ақ климаттық және ауа райы жағдайлары, жер бедері, топырақты өңдеу әдістері, дақылдың биологиялық ерекшеліктері, тағы да басқалары. Топырақ ылғалы өсімдіктер үшін негізгі факторларға жатады. Жылдан жылға өнім айырмашылығының негізгі себебі болып өсімдіктердің су мен түрлі мөлшерде қамтамасыз етілуі табылады. Осы себептен агрометеорология ғылымы топырақтың ылғалын уақыт ішінде оның өзгеріс және пайда болу заңдылығын зерттейді. Өнім мөлшері мен топырақ құрамындағы ылғал мөлшері арасындағы тәуелділікті табу, егістерді бағалауда, агротехникалық шараларының тиімділігін табуда маңызды болады. Топырақтың агрогидрологиялық қасиеттері бұлардың жіктелуі негізінде топырақ ылғалының байлану дәрежесі мен әрекеттілігі және өсімдікке пайдалылығы жатады. Осылай, топырақтағы жалпы ылғал мөлшерінен өсімдіктің тамыр жүйесіне сіңіре алатын ылғал мөлшері бөлінеді. Тұрақтылы солу ылғалдылығы өсімдіктің түзелмейтін солу процестері басталатын топырақ ылғалдылығының шегі. Осы көрсеткіш топырақтағы пайдалы және пайдасыз ылғал шекарасын белгілейді. Капиллярлар үзілу ылғалдылығы ол топырақтың оңтайлы ылғалдылығының төменгі шегі. Барынша төмен су сыйымдылығы топырақ қабатынан артық судың ағып кетуін кейін топырақта қалатын судың ең жоғарғы мөлшері. Бұл көрсеткіш топырақтың оңтайлы ылғалдылығының жоғары шегін белгілейді. Толық су сыйымдылық ол топырақтың барлық қуыстарының сумен толған жағдайы, ауыл шаруашылығы өндірісі үшін топырақ ылғалының өнімді құрастыратын бөлігі ғана маңызды болады. Ол тұрақтылы солу ылғалдылығы шегін жоғары жатады. Ылғалдың бұл мөлшері пайдалы ылғал деп атайды. Енді егістікке су теңестігін жасау керек. Мысалы деген айтқанда кіріс бөлімі болып, яғни шығыс бөлімі болып бөлінеді. Кіріс бөліміне ол топырақтың бетіне түсетін атмосфералық жауын-шашын, ол деген жаңбыр болуы мүмкін, қыс мезгілде қар болуы мүмкін.
қар жауғанда оның барлығын кіріс бөлігі деп айтамыз. Шығыс бөлігі ол топырақтың бетіне буланған су және транспирация. Күзгі маусымда шығыс бөлімі ең төмен көрсеткішке тең болады. Өсімдік жоқ, ауаның төмен температурасында булану мөлшері өте аз жүреді. Суық мезгілде су теңестігінен транспирациямен булану шығарылады, топырақ қармен жабық болады, ал топырақ құрамында ылғал қорының өзгерісі су буының жоғарғы қабатқа көшуімен және жылы күндердің еріген суды топыраққа жиналуымен көрінеді. Көктемде су қорының жинақталуы еріген қар суымен толықтырылады, ал шығыны ағынмен булануға жұмсалады. Вегетациялық кезеңінің басталуымен су қоры өсімдіктер мен метеорологиялық құбылыстарының әсерлерінен өзгеріп отырады. Ауыл шаруашылығы дақылдарының жағдайы мен өнімділігі топырақтағы пайдалы ылғал қоры мөлшерінен тәуелді болады. Өсімдіктердің суға мұқтажы мөлшері мен топырақтағы пайдалы ылғал мөлшерінің арақатынасы өсімдіктің ылғалмен қамтамасыз етілу дәрежесі деп аталады. Топырақ ылғалды өсімдіктің өмірі үшін негізгі факторларға жататындар. Жылдан жылға өнім айырмашылығының негізгі себебі болып, өсімдіктердің сумен түрлі мөлшерде қамтамасыз етуі болып табылады. Осы себептен агрометеорология ғылымы топырақтың ылғалын, уақыт ішінде оның өзгерісін және пайда болу заңдылығын зерттейді. Ылғал мөлшері мен топырақ құрамындағы ылғал мөлшері арасындағы тәуелділікті табу егістіктерді бағалауда агротехникалық шараларының тиімді түрін табуға маңызды болады. Ауыл шаруашылық дақылдарының жағдайы мен өнімділігі топырақтағы пайдалы ылғал қоры мөлшерінен тәуелді болады. Өсімдіктердің суға мұқтажы мөлшері мен топырақтағы пайдалы ылғал мөлшерінің арақатынасы өсімдіктің ылғалмен қамтамасыз ету дәрежесі деп айтады. Топырақтың су режимін реттеу ол деген негізгі шараларға жататындар: суару, құрғату. Суару құрғақшылық аймақтарда мысалы жүргізіледі, құрғату ылғалы мол аймақтарда жүргізіледі. Әдетте ол солтүстік аймақтарда. Одан кейін таза пар қолдану, топырақты өңдеу әдістері, қыс мезгілінде мысалы құрғақшылық аймақтарда қар тоқтату, егістікті қорғайтын орман алқаптарын отырғызу, ықтырмалы дақыл егу және мульча немесе жабын қолдану. Қазақстанның далалық аймағы осы шараларының негізгі түрлері болып келесі шаралар саналады. Ауыспалы егісте таза ықтырмалы пар танабының болуы, жер бетінде аңыз сақтайтын топырақ өңдеу жүйелері, жер бетінде механикалық қар тоқтату және топырақ бетіне ынталған сабанды төсеу. Судың топыраққа енетін барлық құбылыстарының жиынтығын, оның топырақтағы шығыны мен физикалық жағдайын өзгеруін су немесе ылғал режимі деп түсінуге болады. Топырақтағы су режимінің сандық көрінісін, яғни ылғалдың келуі мен шығынын, жиынтығының барлық шамасын және белгілі бір уақытта аралығында оның қорының өзгеруін су тепе-теңдігі деп атайды. Су тепе-теңдігі көп жылдық орташа мөлшері топырақтың су режимінің түрлерін сипаттайды. Капиллярлы байланыстың үзілу ылғалынан топырақтағы жалпы ылғалдылық төмен болғанда, олардың қозғалысы жылдамдығы және ең аз су сыйымдылықпен салыстырғанда 100 есе кем. Ең аз су сыйымдылық пен тұрақты солу ылғалдылығының екі аралығында топырақтың ылғалдылығы мынадай қасиетке ие болады. Мысалы, капиллярлы байланыстың үзілу ылғалдылығы тұрақты су ылғалдылығы аралығында ылғал қозғалыссыз болса, және өсімдік оны үлкен қиындықпен пайдаланады. Ал ең аз су сыйымдылық ол капилляр байланыстың үзілу ылғалдылығы аралығындағы ылғал жеңіл қозғалады және өсімдік жеңіл пайдаланады. Енді ең аз су сыйымдылық 50%-дан жеңіл пайдаланылады, 50% бен 15% аралығында орташа пайдаланылады, ал 15%-дан төмен болса, ол тұрақты солу ылғалдылығы болады, қиын пайдаланылады. Гидрометеорологиялық қызметінің практикасында пайдалы ылғалдың шамасын капилляр байланыстың үзілу ылғалдылығында ең аз су сыйымдылықтың
55%-дан тең деп қабылданады. Топырақтың ылғалды қорының шамасы капилляр байланыстың үзілу ылғалдылығынан аз болса, онда өсімдіктің өнімділігі төмендейді. Енді ылғал қорының әртүрлі топырақтар үшін салыстыруға мүмкіндік туады. Оны өзінің әдейі пайдалы ылғал қорының әдейі формуласы бар, сонымен есептеп шығаруға болады. Егер өсімдіктердің өсіп және дамуының бірінші кезеңінде, ол деген көктеу, түптену кезеңдерінде жыртылу қабатындағы 20 см тереңдікте пайдалы ылғал қорының шешуші маңызы бар, одан әрмен қарай өсуіне өсімдіктер топырақтың 1 метр қалыңдығындағы, одан да тереңдегі ылғалды пайдаланады. Орыс ғалымдары Вадюнина және Корчагина пайдалы ылғал қорын миллиметр есебімен мынадай шкала бойынша бағалауды ұсынады. Егерде топырақтың 0 және 20 см аралығында қабатындағы ылғалдылықты, мысалы жақсы ол 40 мм-де, қанағаттарлық ол 20-40 мм-де, қанағатсыз 20 мм тереңдікте болады. Ал топырақтың 0 және 100 см қабатындағы ылғалдылықты егерде өте жақсы ол 160 мм қабатта болатын болса, жақсы деген бағаны 130-160 мм аралығында, ал қанағаттанарлық 90-130 мм аралығындағы ылғалдылық болғанда. Енді нашар және өте нашар ол деген 60 мм-дан төмен болған кезде. Жазғы немесе күздік дақылдарды сепкенде пайдалы ылғалдың қорын білу және оларды бағалау ауыл шаруашылығы дақылдар агротехникасының бірнеше мәселелерін, мысалы тұқым себу мерзімі, тұқым себу мөлшері, тыңайтқыштарды дұрыс пайдалану, соларды дәлдеп түзету үшін пайдалануға мүмкіндік туғызады. Жекелеген жағдайда тіпті дақылдарды орналастырудың дәлелдеп түзету қажет болуы мүмкін. Мысалы танаптарда пайдалы ылғал қоры жетіспегенде жаздың екінші жартысындағы жауын-шашынның жақсы пайдаланатыны, қуаңшылыққа мейлінше төзімді дақылдарды орналастыру керек. Осымен бүгінгі дәрісіміз аяқталды. Келесі слайдта бақылау сұрақтары берілген, сол сұрақтарға жауап беруіңіз сұралады. Назар қойып тыңдағандарыңыз үшін рахмет.